Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл мен Мұхаммед Ханафия, бұл қарапайым саяхат арнасы. Біз қазір Ақтау аэропортына келдік. Бакуге ұшқалы жатырмыз. Жалпы Ақтау мен Бакудың ұшу арасы 1 сағат екен. Неге Ақтау десеңіздер? Себебі бұл жерден билет құны арзанырақ, 19 мың, небәрі 20 мың, 25 мың теңгеге дейін барады. Қазір біз регистрацияға кіреміз. Олай болса, құрметті көрермендер, Бакуде кездескенше. Ал біз Бакуге келдік. Қазір таксиімізді күтіп тұрмыз. Одан кейін гостиницамызға барамыз. Гостиницаға барғаннан кейін сіздерге ішін полный рум-тур көрсететін боламыз. Ал біз гостиницаға келдік. Осы Booking-тен бұрын жасап қойған күніміз. Аты қателеспесем Cityland. Біз 3 күнге алдық. 3 күнге бізге Booking-тен 25 мың теңгеге шықты 3 күнге. Ал төменнен өзі ресепшннен есептеп көрсек, бір күнге осындай 2 адамдық 80 манат екен. 80 манаттың 3 күнге 240 манат, 240 манатты теңгеге шаққанда бір 65 мың, 68 мың теңге ақша шығып тұр. Сонда біз қанша 30 мың теңгеден 30 мыңнан көп ақша ұтып тұрып, сонда бізге 3 күнге 25 мың теңгеге алып тұрып осы 2 адамдық гостиницаны. Құрметті көрермендер, сіздерге алдын ала осындай Бакуге келетін болсаңыздар, Booking-тен бұрын жасасаңыздар, 70 мың, 40 мың, 50 мың болатын нәрсені сіздер 20 мың теңгеге, 25 мың теңгеге өте жақсы бағаға алып аласыздар. Міне осы гостиницамыз 2 адамдық. Мына несі бар? Көрсетіп жіберейін. Іші таза, әдемі. Осы Бакуге келмес бұрын бұл ел жайлы көп нәрсе білмейтін едім. Ал қазір Бакуге келгеннен кейін мен көп ақпарат білдім. Жалпы Әзербайжанның астанасында посткеңестік мемлекетте емес, өзімді құдды бір Дубайда немесе Еуропа елдерінде жүргендей сезіндім. Әзербайжан халқының мұндай сән-салтанатты ғимараттарға қалай жеткенін айтайын. Әзербайжан мемлекетінің басты табысы мұнай десек те болады. Олардың жер астында триллиондаған доллар жатыр. Бар болғаны жер қойнынан сорып алып, осындай тамаша көрініске жұмсау. Бұл деңгейге көтерілу үшін әзербайжандықтар 10 жыл ішінде 10 миллиард доллар жұмсаған. Деген әдемі қала, қарасаң көзің тояр емес. Баку, сен маған ұнап жатырсың. Біз қазір Ичири Шекер қаласына келдік. Жергілікті тұрғындардың тілінен аударатын болсақ, өздері ішкі қала деп айтады екен. Бұл жердің жалпы жер аумағы 221 квадрат метр болса да, әлі күнге дейін 1300 отбасы тұрады екен. Бұл қалада қолөнермен әлі күнге дейін сауда-саттық өте жақсы дамыған. Олай болса, жүріңіздер көрсетейін. Айтпақшы, осы шаһарға келіп жатсаңыздар, осы шаһардың ішінен емес, сәл сырт жағынан тамақтансаңыздар деп мен сіздерге совет айтам. Себебі 2 адамға 20-30 мың теңге шығып кетеді. Сондықтан сәл сырт жағында ішеңіздерге совет беремін. Орық территориясы сонау қола дәуірінде мекендеген. Қазба жұмыстарының нәтижесінде 8-11 ғасырларда тығыз қоныс орнықты. 15 ғасырда Шерваншах өзінің резиденциясын Шамахиден Бакуге көшірді. Бұл Ичири Шекердің кристалдануына ықпал етті. 1747 жылдан 1860 жылға дейін Баку қаласының астанасы болған. Қаланы 1860 жылы орыстар басып алғаннан кейін және мұнай көп табыла бастаған соң, бұл қала жақсы дами бастаған. Міне қазір біз «Бриллиантовая рука» деген кино түсірілген жерге келдік. Черт побери! Черт побери! Черт побери! 1968 жылдары түсірілген кино. Кейбір кісілер «Черт побери» деп те танып жатады. Осы Бакудегі кісілер немесе осы киноның фанаттары өте жақсы біледі. Черт побери! Құрметті көрермендер, қазір мынау ескі шаһардың ішінде осындай бір шай сататын жерге келдік. Бұл шайды сұрастырып қарап едік, осы Әзербайжанның оңтүстік өңірлерінде қолмен дайындалады екен. Мына жерде қазір біз көріп отырмыз.
шайдың иісі деген өте керемет кәдімгідей. Андай арабский ночь дегені бар, жасмин бар, неше түрлері бар. Осы Әзербайжанның өзінде дайындалады екен. Қазір бізге дайындап береді, дәмін көретін боламыз. Қазір бізге осындай шайды дайындап берді. Дәмін көріңіздер деп жаңағыдай дегустация жасауға. Иісі деген керемет енді өте. Маған бір қант қосудың керегі жоқ. Өте жақсы екен. Құдды бір Әзербайжанның таулы бақтарында серуендеп жүргендеймін кәдімгідей нан ішкен мәссаған. Шайдың дәмі өте зор екен. Қант қосудың керегі жоқ сияқты кәдімгідей. Сөйтіп шайлардың дәмдерін татып, көңілімізден шыққан шайымызды сатып алдық. Бұл сарай мешіті. Бұны жергілікті халықтар жұма мешіті деп атап кеткен екен. Бұл 15 ғасырда салынған. Қараңыздаршы, өте жақсы сақталған екен, я. Тантуми деген жер екен. Дәмін көреміз. Сияқты местный бір шаурмаларын көрейікші. Білмеймін, әйтеуір тантуми деп осы жерді көп мақтады адамдар. Шаурманы жейміз деп жағымыз талып қалып. Мен жай жейік десек қарны ашып баратыр, шыдатпай баратыр. Сонымен. Бірақ ойдағыдай болмады. Сіздерден жасырып не қылайын. Қазір мына жердің сосын адамдардың атмосферасы бізге қатты тартпай тұр, өйткені білмеймін екеуміздің қай жерде қателескенімізді, болмаса не бүлдіргенімізді. Жалпы ала көздерімен қарап тұр адамдар. Жарайды. Құрметті көрермендер, осымен Бакудағы бірінші шығарылым бітті. Екінші шығарылымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып, керемет комментарийлеріңізді қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше келесі видеода кездескенше.